Қайырымдылық адамгершіліктің белгісі. Сәтбаев қаласының қоғамдық даму және жастар орталығының еріктілері қайырымдылыққа бағыттаған акцияларды халық қолдап, бір ғана қаламыздың ішінде бірнеше қайырымдылық жасап жүрген азаматтарды байқаған боларсыздар. Осындай мақсатта біздің штабымызға қаламыздың бір азаматы хабарласып, қайырымдылық жасап көмек бергісі келетінін айтты. Және де өзі жайлы ақпарат бермеуімізді өтінді. Кім қайырымдылық жасады деген сұраққа біздің жауабымыз қаламыздың ұстаздарының бірі. Айта кету керек, қоғамдық даму және жастар орталығының YouTube арнасында осындай бағытта түсірілген қызықты видеороликтері барын хабарлаймыз. Арнамызға тіркеліп, біздің сізге дайындаған роликтерді жіберіп алмау үшін қоңырау батырмасын басыңыз. Әрдайым жақсылықтың жаршысы болуға тырысып жүретін біздің еріктілеріміз көп балалы анаға көмек беруді жөн көрді. Ол үшін біз бірінші дүкенге барып, азықтың ең қажет түрлерін сатып алдық. Берілген қаражаттың шып-шырғасын шығармай, тиын тебеніне дейін қайырымдылыққа бағытталғанына Алла куә. Осы бейнероликтің ең қызықты сәті сатып алынған азықты өз иесіне табыстау. Көп балалы ананың қуанышында шек жоқ. Құрметті көрермен, сізбен біздің қайырымдылықпен, мейірімділікке қол ұшын созуға мүмкіндігіміз жетсе, аямайық. Себебі адамға өмір бір рет беріледі. Бір рет берілген өмірімізде бір рет қайырымдылық жасай алмасақ, адам болып өмірге келгеннен не пайда?